Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниежүзі тарих пәні бойынша 3-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз өркениет даму ерекшеліктерін қарастыратын боламыз. Ал жоспар бойынша бастайық. Біріншіден, өркениет ұғымы дегеніміз не? Екіншіден, өркениет ұғымын танудағы негізгі бағыттарына тоқталамыз. Сонымен қатар, әлем өркениеттерінің тарихы, яғни ежелгі Қос өзен, Шумер мемлекеті, Аккад мемлекеті және ежелгі Вавилон өркениеттерін қарастыратын боламыз. Ал бастайық, өркениет деген ұғымға мән берейік. Яғни бұл не деген сөз жалпы? Өркениет ең алғаш латын тілінен шыққандығы, яғни мағынасы азаматтық, қалалық, мемлекеттілік деген мағынаны білдіреді. Ал бұл сөзді ғылымға енгізген француз ағартушылары, яғни бұл жерде Вольтер, Дидро, Монтескье және Мирабо ғалымдарды кіргіземіз. Ал өркениет деген сөз орта ғасырдарда мүлдем басқа мағынаны білдірді. Яғни орта ғасырда ормандық, жабайы, дөрекі деген сөзді білдіргендігі. Бірақ өркениет дегеніміз бұл ақыл парасат пен әділеттілік салтанат құрған қоғамды айтамыз. Келесі, өркениет ұғымын әртүрлі ғалымдар әртүрлі пікір білдірген. Яғни, бұл жерде бостандық пен әділеттілік және құқық салтанат құрған қоғам, азаматтық қоғамның келбеті деген бұл Вольтер, Монтескье және Дидроның еңбектерінде. Келесі, ал өркениет бұл жабайылық пен тағылықтан үстем болған адамзаттың тарихи дамуының кезеңі деген бұл Морган, Карл Маркс пен Энгельстің еңбектерінде. Келесі, өркениет бұл дамудың белгілі кезеңіндегі тұрған қоғам деген бұл Тофлер мен Ростоу. Ал өркениет бұл адамдардың тарихи қауымын өзге құрылымдардан ерекшелейтін, өзіндік экономикасы бар, әлеуметтік және саяси, рухани құндылықтар тұтастығы деген бұл Тойнбидің еңбегінде. Ал өркениет бұл мәдениеттегі тұтастықтың пайда болуы деп суреттелетін бұл Карл Ясперстің еңбектерінде. Ал Шпенглердің еңбектерінде өркениет бұл мәдениеттің соңғы эволюциялық сатысы, индустрия мен техниканың дамуын бейнелеп, әрі әдебиет пен өнердің тоқырауын, адамдардың үлкен қалаларға шоғырлануы, яғни халықтың өзіндік болмысынан айырылады, қалың тобырға айналуын деген сипатта берген. Ал бастайық, өркениет ұғымын танудағы негізгі бағыттарына мән берсек, бұл жерде 19 ғасырда өркениет ұғымы 3 негізгі мағынада болады. Яғни, біріншіден, унитарлы бұл өркениет адамзаттың бір тұтас прогрессивті дамуының идеалы ретінде суреттелген. Ал сатылы болса, бұл кейде сызықтық деп те аталатындығы, өркениет адамзаттың бір тұтас прогрессивті дамуының кезеңі деп суреттелген. Ал үшінші, локалды тарихи өркениет, яғни өркениет сапалы, әртүрлі ерекшеліктеріне қарай, яғни этникалық немесе тарихи қоғамдық құрылым ретінде суреттелгендігі. Келесі, өркениет ұғымының негізгі бағыттарын жалғастырайық. Яғни унитарлы жеке-жеке, унитарлы бағыт бұл Фергюсон ең алғаш ғылымға енгізгендігі, прогрессивті идеал ретінде суреттеген әрі техникалық тұрғыдан ғана қарастырған. Ал сатылы бағыт бойынша Фергюсон, Морган, Карл Маркс, Энгельстің прогресті әрі қарқынды дамуының негізге ала отыра сипаттаған. Ал локалды тарихи бағыт бойынша өркениеттердің алуан түрлілігі идеясын Гумбольдт, Гизо, Гоббино, Рюккерттің еңбектерінде баяндалғандығы. Келесі, өркениет ұғымы. Біз өркениет ұғымын екі бағытта қарастырайық. Бірінші, өркениет ұғымы эволюциялық және өркениеттілік мағынасында. Эволюциялық бағытта кімдер зерттеді? Яғни эволюциялық бағыттың өкілдері Фергюсон, Морган, Карл Маркс пен Энгельсті жатқызамыз. Ал өркениеттілік бойынша локалды өркениетті алсақ, локалды өркениет бұл мемлекет немесе халықтар тобын атаймыз. Келесі, өркениетті жіктелуін қарастырайық. Яғни, өркениет дәстүрлі, аграрлы деп те аталады, индустриалды, постиндустриалды, ақпараттық және көшпелі өркениет және индустриалды өркениет тақырыбында қарастырайық. Яғни, дәстүрлі аграрлы қоғамның ең бірінші келбеті, яғни меншіктің жетекші түрі аграрлы қоғамда не болады? Жер әрине. Ал индустриалды қоғамның меншіктің жетекші түрі бұл өнеркәсіп болса, өндіріс болады. Ал постиндустриалды ақпараттық қоғамның негізгі белгілі бұл интеллектуалдылық әрине.
Ал көшпелі өркениет бұл дала өркениеті дедік. Көшпелі өркениетті ғылымдар зерттеді. Мысалы, Ратлов, Гумилев, Владимирцев, Әлкей Марғұлан, Зиманов, Шахматов, Толыбеков, сонымен қатар Кішібеков, Масановтың еңбектерінде баяндалған. Ал индустриалды өркениет бұл жерде 19 ғасырдың өндірістік технологиялық жетістіктер нәтижесінде өркениет ұғымы шыққандығы, яғни индустриалды бағыты ең алғаш Еуропа елдерінде, Америкада, Ресейде, кейін Жапонияға таралғандығы, яғни саяси өмірде қоғам өзгереді, яғни демократия пайда болады, парламентаризм басымдыққа ие болады, яғни парламентаризм біртіндеп азаматтық қоғам орнайды. Ал бұл бағытты социалистік бағытта да қарастырды. Ал социалистік бағытта қарастырған өкілдерге келетін болсақ, француздардан бастайық, Сен-Симон, Фурьелер. Ал кейінгі Карл Маркс пен Энгельс бұл қатарды толықтырған еді. Келесі өркениеттің жіктелуін жалғастырамыз. Постиндустриалды өркениет және ақпараттық қоғам. Постиндустриалды өркениет бұл үшке бөліп қарастырайық. Негізгі саласы бұл микроэлектроника, яғни наноэлектроникалар, заманауи деген сөз. Екіншіден информатика саласы, үшіншіден биотехнологиялар, яғни қоғам не істейді? Әлеуметтік прогресс орын алады. Ақпараттық қоғамда, индустриалды қоғамдағы басты құндылық тауар тұтыну болады, ал бұл жерде ақпараттық қоғамдағы басты құндылық әрине уақыт. Уақыт ол алтын деген сөз. Келесі, әлем өркениеттерінің тарихын қарастырайық. Карл Ясперс бойынша өзекті дәуір деген теорияны ашты. Картаға назар аударамыз. Яғни өзекті дәуір бойынша біздің заманымыздан бұрын 800 және 200 жылдар аралығында уақыт айналымында көрсеткендігі. Яғни ең алғашқы өркениет Қытай, одан кейін Үндістан, Палестина, ежелгі Грекия аймағындағы әлемдік уақыт теориясын ұсынғандығы. Яғни бұл жерде рухани жаңғырудың ерекшелігін Карл Ясперстің еңбегінде Қытайда бізде кім? Яғни Лао Цзи, Конфуцийдің ілімдері тарады. Ал Үндістанда буддизм ілімі, ал Ирандағы ең көне дін Заратуштра, ал Палестинада Илия мен Исайя, ал Грекияда Парменид пен Гераклит туралы аңыздардың пайда болғандығы, әрі сол арқылы рухани прогресс орын алды. Келесі, ежелгі қос өзен өркениетін бастайық. Ежелгі қос өзен немесе Месопотамия аталғандығы. Картаға назар аударамыз. Ежелгі Месопотамия аралығы бұл Тигр мен Ефрат өзендерінің арасындағы аймақты айтамыз. Бұл қазіргі Ирак республикасының аумағында орналасқан. Ал ежелгі қос өзен мемлекеті, яғни ең ежелгі халық бұл жерге қашаннан басталып келді? Неолит дәуірінде адамдар бұл жерге тығыз қоныстана бастайды. Уақыт өте келе біздің заманымыздан бұрын 4 және 3 мыңжылдықтар аралығында бұл жерлерге шумерліктер қоныстанды. Шумерліктер оңтүстігіне келіп қоныстанғандығы. Ал бұл жерде бұрыннан өмір сүріп келе жатқан солтүстік Месопотамия аймағы Аккад жері деп аталғандығы. Яғни қос өзенде екі халық пайда болды: шумерліктер және аккадтықтар. Ал келесі жеке қарастырайық. Шумер мемлекеті ең алғаш қала мемлекеттері Ур-Урук, Эрит қалаларының гүлденуі нәтижесінде үлкен бір мемлекет құралғандығы. Яғни Урук мемлекеті территориясында Урук мәдениеті деген үлкен атау қалды. Ал экономикасына назар аударайық. Экономикасы, яғни Тигр мен Ефрат өзендері аралығы өте құнарлы. Ал құнарлы жерде бізде дәнді дақылдардан арпа, тары, әммер өсіргендігі. Әсіресе бұл жерде пальма құрмасы өте кең тараған. Сонымен қатар Шумер мемлекеті қоланы меңгерген, қоланы қорта алды. Ал саудасына болсақ, экономикалық түрден 7 жолдың торабы болды. Сол себептен сауда қатынасы өте жақсы дамыды. Саудагерлер деген термин шықты. Саудагерлер бұл тамкорлар деп аталды. Тамкар, яғни сауда мен айналысатын тұлғаны айтады. Келесі, Шумер мемлекетіндегі құл иеленушілік пен жер иелену қатынастарын қарастырсақ. Құл иеленушілік, яғни құл иеленуші таптар болды. Яғни құлдар мүлдем адам санатына жатпады. Ал құлды иеленген үстем тап өкілдері бұлар ақсүйектер, абыздар, билік өкілдері және жоғарғы лауазым өкілдері болды. Ал жер иелену қатынастарына келетін болсақ, шумерліктерде мемлекеттік жер әрі екі
жердің түрі болды. Біреуі қауымдық жер, яғни аумақтық жер деп атайды. Екінші бұл ғибадатхана қорына жататын діни жерлер. Немесе бұрын кейін атау алады вақыфтық жерлер дегеніміз сол ғибадатхана, мешіт, жаңа шіркеу деген сияқты қазіргі тілмен айтсақ. Келесі. Шумер мемлекетінде қала мемлекеттер қалыптасады. Яғни Шумер мемлекеті бірден қалыптасқан жоқ, қала мемлекеттер біргеді. Сөйтіп Шумер мемлекетінің қалыптасуымен құлауын қарастырайық. Ал ең алғашқы қалыптасуы жоғарыда айтқандай Урук, Лагаш, Ниппур, Умма қалалары біртіндеп бірге бастады. Сөйтіп үлкен империяға айналды. Алғашқы династияның кезеңінде билік басында болған жоғарғы абыз, яғни жоғарғы абыз Н деп аталған. Бірақ Ннің лауазымы бұл сайланбалы қызмет болды. Ал Шумер мемлекетінің құлауын қарастырайық. Ал енді мемлекеттің соңғы тоқырауы нәтижесінде құлады. Шумерліктердің солтүстігіндегі көршісі кімдер дедік? Аккадтықтар әрине. Аккад мемлекетімен қақтығыстар орын алады. Нәтижесінде 24 және 23 ғасырларда Аккадтықтар шумерліктердің қала мемлекетін жаулап алды. Сөйтіп Шумер мемлекеті өз өмірін сүруін тоқтатты. Яғни картадағы назар аударыңыздар. Солтүстігіндегі Аккадтықтардың Шумер қала мемлекеттерінің басып алуының нәтижесінде мемлекет құлаған болатын. Яғни Қосөзен аумағы барлығы Аккад қала мемлекетінің қарамағына өтті. Келесі Аккад мемлекетін бастайық. Аккад мемлекеті 24 ғасырда Қосөзенде орталығы Аккад қаласы болатын ірі мемлекет құралды. Нәтижесінде ең Шумер Аккад мемлекеті деген үлкен атау алды. Яғни сол мемлекетті құрған Саргон деген патша болды. Бірақ бұл патшаға дейін патшаның қызметкері болған. Яғни төңкеріс жасап билікке келген патша. Немесе Шаруккин деген атау алған бұл Саргон патша. Саргон патша ол тарихта бірінші болып тұрақты әскер құрды. Келесі Аккад мемлекетінің 22 ғасырдағы және мәдениетін қарастырайық. 22 ғасырда қандай өзгерістер болды? Бастайық. Шумер аумағын кутейліктер немесе кутейліктер деп атаймыз, көшпелі тайпалар бұлар. Көшпелі тайпалар жаулап алады. Нәтижесінде олардың билігін 3-ші династияның негізін қалаушы Урдың, яғни Урды ығыстырды. Ур династиясы құлады деген сөз. Ал біздің заманымыздан бұрын 20-шы ғасырында Шумер Аккад мемлекеті көршілес тайпалар мен халықтардың шабуылынан құлады. Ал осындай Шумер Аккад деген мәдениеті гүлденген мемлекеттен бізге қандай мәдени ескерткіштер қалды? Ал бастайық. Біздің заманымыздан бұрын 4-ші мыңжылдықтың соңы және 3-ші мыңжылдықтың басында пиктографиялық сурет жазулары қалды. Сонымен қатар үлкен бір аңыз жетті. Бұл аңыздың атауы Гильгамеш туралы миф. Яғни бұл мифте әлемдік тарихтағы бірінші рет дүниежүзілік топан су болатындығы туралы аңыз баяндалған. Ал келесі, ежелгі Вавилон мемлекетінің қарастайық. Ежелгі Вавилон деген қаласында басталған. Урдың 3-ші династиясы құлады дедік, ал Месопотамияда үлкен саяси дағдарыс басталды, яғни қала мемлекеттері бөлініп кетті. Ал осы кезде Вавилон қаласы гүлденді. Сөйтіп қалған қала мемлекеттері біріктіріп алып, ежелгі Вавилон деген мемлекетті құраған болатын. Вавилон деген сөз Вавилу, яғни Құдайға апаратын қақпа деген мағынаны білдіретіндігі. Ал Вавилон мемлекетінің ең үлкен көркею дәрежесіне жеткізген патша бұл Хамурапи деп аталады. Хамурапи патша кезінде тарихта үлкен бір заң қалды. Бұл Хамурапи заңы деп аталады. Хамурапи заңы суретке назар аударайық. Бұл Хамурапидің заңы Францияның мемлекеттік мұражайы Лувр мұражайында сақталған. Ал бұл суретке назар аударатын болсақ, бұл суретте күн құдайы Вавилондарда Шамаш болған. Шамаш биліктің белгісін Хамурапиге беріп тұрған, асатаяқты беріп тұрған кезі суреттелген. Ал Хамурапидің заңында қандай деректер қамтылғандығы? Бірінші мемлекеттік басқару туралы заң, одан кейін қылмыстық заңдар, сауда жүргізу және егіншілікпен байланысқан қоғам болғандықтан суды қалай пайдалану керектігі туралы заңда жазылғандығы. Сонымен қатар патшалықтың әлсіреуіне келейік. Месопотамияның солтүстік батысында орналасқан Митанни деген мемлекет болды. Митанни мемлекетіндегі жауынгер Кассит деген тайпа шапқыншылық жасады. Нәтижесінде біздің заманымыздан бұрын 1595 жылы Вавилонды талқандады.
Бұдан соң қала Кассит билеушілерінің қолына тиген еді. Біздің заманымыздан бұрын 7 ғасырда ассириялықтар, Ассирия деген мемлекет болды, Вавилонды жаулап алып, оның жеке патшалық ретіндегі мәртебесін сақтады. Бірақ уақыт өте келе, жаңа Вавилон патшалық құрылды. Ал қалай құрылды? Яғни тәуелсіздік үшін күресіп бастаған бұл Навапаласар деген патша болды. Навапаласар 626 жылы Ассирияға қарсы халдейлік көсем Навапаласар көтерілісті бастады. Нәтижесінде 25 қарашада жаңа Вавилон мемлекетінің негізін қалаған патша деп тарихта қалды. Екінші патша бұл әлемнің 7 кереметінің бірін салдырған екінші Навуходоносор деп аталды. Яғни екінші Навуходоносор 605-526 жылдары билік құрған Вавилонды гүлдендірген патша. Ал келесі Набонид патша. Набонид патша 539 жылы Парсы патшасы Кир Вавилонды жаулап алады. Набонид тұтқынға түсіп, жер аударылады. Сөйтіп, жаңа Вавилон патшалығы құлайды. Нәтижесінде Парсы державасының құрамына кірді. Ал сонымен бүгінгі 3-ші сабағымыз аяқталды оқушылар. Сапалы білім, саналы тәрбие үшін зерделі ақыл ой дамыту орталығымен бірге болыңыздар.